Ол біз мына жерде осы бірнеше суретті алдық. Яғни бұл жерде Рахшев және де Атлас адам анатомиясы бойынша және Сакен бойынша мына бірнеше суреттер алынған. Енді осы сызбаларға, суреттерге қарай отырып, осы біз өзіміз кескен шығарсақ, яғни бұл қандай құрылымдардан тұрады, қандай негізге ала отырып осы сызбаны келтіруге болады. Мысалы, мына Рахшевтың кітабын алатын болсақ, бұл жерден қандай құрылымдарды көресіз. Ең алдымен оның сыртқы контурын сызатын болсақ, сыртқы контур басқа түсалай. Сызба енді идеальный шығуы өте қиын, сондықтан оның примерно сәлде болса енді сызбасында қателіктер. Енді ең алдымен мына сіздер егер де осы құрылым қарайтын болсаңыз, мына жерде ең бірінші сильвиевый проток, акведуктус церебри, су құбыры бар. Мына жерде дәл соңға және де мына жерде субстанция негра қара субстанция бар. Енді және де осыны біз ориентировка ретінде алып, бұл жерге жаңағы өзге де енді осының бірнеше бөлімге қарастырсақ бар. Егер де кітапты оқыған болсаңдар, онда оның жаңағы 3 бөлімнен тұратынын байқайсыңдар. Ең бірінші ортаңғы ми төбесі, тектомезенцефалий, одан кейін бізде жамылғы тегментум, мынау бөлікті қолданылып жатады. Одан кейін ми аяқшалары, педикулус церебри. Енді ориентировка ретінде қандай құрылымдарды аламыз. Ми аяқшалары, одан кейін кетеді жамылғысы, одан кейін кетеді оның ортаңғы ми төбесі. Енді осы біз жаңағы акведуктус церебри, яғни су құбырын жаңынан қандай құрылымды көресіздер. Бұл жерде субстанция гризея централис атты қазір мына жерден келтірейік. Субстанция гризея централис. Бұл жерде болса бірнеше ядролар орналасады. Яғни бұл жерде nervus oculomotorius, одан кейін nervus trochlearis, және де осы медиалды және артқа қарай жұп вегетативті қосалқы ядролар nucleus accessorius және сынар ортаңғы ядролары бар. Және біз егер де ары қарай талдайтын болсақ, біз жаңағы алдыға қарай бізде көру және есту орталықтары бар. Көру және есту орталықтары. Яғни біз оны сезімтал болғандықтан ол жерде көк түспен белгілейміз. Көру және есту орталықтары. Ал одан бізде яғни қозғалтқыш жолдар тарайды бұл жерден. Ол жолдар бізде емірші трактус тектоспиналис, бастау рефлексі, старт рефлекс деп аталады. Ол жолы қалай жүреді. Және де ол өзі бар қиылыс түседі. Ол қиылыстың аты декусацио тегменталис дарзалис. Немесе оны ғалым атымен Мейнет қиылысы деп атайды. Және де
біз осы алдыңғы жағынан осы нуклеус рубер атты қызыл ядроны көрсек болады. Қызыл ядро. Одан да бізде осы трактус жол тарайды. Трактус. Ол жолдың аты трактус рубро спиналис деп аталады. А ол алдына барып, тоже қиылысы декурсация тегменталис вентралис, яғни форель қиылысы. Неге ол тегменталис деген атпен аталады? Өйткені ол тегментум зонасында, яғни оның жамылғысында орналасқан. Декурсация тегменталис дорзалис et ventralis. Яғни мына жерде бізде қызыл ядролар көрсеткен мына. Өзге де құрылымдарды сіздер көре аласыздар. Енді ары қарай талдайтын болсақ, бұл жерде бізде және де limniscus medialis, limniscus lateralis деген жолдарды көрсек болады. Ол мынандай аралықта орналасқан. Сызба бойынша келтіретін болсақ, ол мына жерлерде орналасқан. Limniscus medialis мына жерде. Бұл limniscus lateralis бізде есту қызметін атқаратын болса, есту трактус жолы болып табылатын болса, демек, ал limniscus lateralis ол пропрецептивтік. Яғни, сендер жаңағы өзінің денелерінің әр положениясын өздерінің денелерін сезе аласыңдар. Енді бұл бізде limniscus medialis, limniscus lateralis қой. Одан бөлек бізде жаңағы оның аяқшаларында, яғни пеникулес церебрида бізде жаңағы біз төрт трактус жолды көрсек болады. Мына өздеріңіз қарап тұрғанда, мына бірнеше бөлікке өзі бөлініп тұр. Қазір мына жерде аттар да жазылып тұр. Енді ол жолдар енді қалай аталады? Яғни, жаңағы біз өзіміздің сызбамызды осы өзімізде бірнеше өте қорқынышты екен бұрын. Суретеміз қалды. Шендер болды. Жаңаға байланысты мені бірнеше бөліктерге бөлдік. Яғни, қалай қарастырасыңдар мені. Мынау жол бізде трактус фронтопонтиниус деп аталады. Мынау жол бізде трактус кортиконуклеарис. Одан кейін трактус кортикоспиналис мына жерде кетеді, және де трактус окципитотемпоропонтиниус деп аталады. Міне бірнеше жолдар кетеді. Дәл сол жолдары мынау кітаптан да көрсете аламыз. Мысалы, мынау сөйлеткен. Мына ең бірінші көріп тұрғанымыз, мына төменгі жақтан трактус фронтопонтиниус деп аталады. Мына трактус кортиконуклеарис. Одан кейін трактус кортикоспиналис кетеді де, ары қарай мына трактус окципитотемпоропонтиниус деп аталады. Назарларыңызға рахмет.